қалай балалар? Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, бүгін біз сиқырлы орманға саяхатқа барады екенбіз. Балалар, сендер барғыларың келе ме? Иә! Біздің ұранымыз қандай балалар? Дұрыс айтасыз балалар. Олай болса, сиқырлы орманға саяхатқа бару үшін бізге 3 нәрсемен баруымызға болады екен балалар. Біріншісі әуе шарымен, пойызбен және де сиқырлы кітаппен. Сендер қайсысымен барғыларың келеді? Олай болса балалар, сиқырлы кітаптың балалар, сендерге 2 шарты бар екен. Бірінші шарты балалар, қауіпсіздік ережелерін білесіздер ме ормандағы? Кім айтады? Айта қой алтын. Орманда от жағып тастау кетуге болмайды. Айта қой ханым. Ағашты сындыруға болмайды. Сапырақты суға болмайды. Суға мұсыл тастауға болмайды. Дұрыс айтасың. Айта қой Санжар. Жапырақты тұлуға болмайды. Айта қой. Шуғауға болмайды. Дұрыс. Тостағыңызбен асуға болмайды. Дұрыс айтасың, алыстауға болмайды, иә? Мұсырды тастауға болмайды. Дұрыс айтасыңдар, айта қой. Айқайлауға болмайды. Айта қой. Жүгіруге болмайды. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, орманда айқайлауға, шулауға болмайды екен, иә? Бұтақтарды, жапырақтарды сындыруға болмайды екен. Тағы да балалар, жабайы аңдарға дұрыс айтасыңдар. Олай болса, екінші шарты балалар, достықта болуымыз керек екен. Бір-біріміздің қолымыздан ұстап балалар. Қолымыздан ұстап, көзімізді жұмып, сиқырлы орманға саяхатқа барамыз. Кәнеке көзімізді жұмамыз. 1, 2, 3. Дауысы қандай керемет, иә балалар, иә? Кәнеке көзімізді ашамыз ба? 1, 2, 3. Балалар. Не көріп тұрсыңдар бұнда балалар? Мынау не болады? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл жерде көптеген құстар мен ағаштар бар екен. Қараңдаршы, емнен ағашы, мәңгі жасыл болып тұратын шырша ағашы бар екен. Балалар, мінекей, неше түрлі ағаштар бар екен, не балалар? Балалар, ендеше біз осы ормандағы тіршілік иелерімен амандасып алайық. Кәнекей, қайырлы аспан, қайырлы жақсы орман, біз келіп бүгін орманға, зерттейміз бәрін қоршаған, жапыраққа қараймыз, ағаштарды санаймыз, құтты өмір тыңдаймыз, табиғатты қорғаймыз, біз ақылды баламыз, зерттеуші боламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, орманның өз ережесі бар екен. Кәнекей. Менің кішкентай достарым, бұл орман патшалығына қош келдіңіздер. Мен орман ағашымын. Сендер қадам басқан сайын менің жапырақтарым сыбдырлап, сендерге сәлем айтып жатыр. Орманның тыныштығын бұзбаңдар, қатпай қалыңдар, сонда сендер менің әсем әнімді ести аласыңдар. Мені жылмаңдар, мен орманның сәнімін, мен күн нұрына қуанамын. Орман мыңдаған құстар мен аңдардың жылу ұясы. Орманға келгендеріне қуаныштымын. Бұлай қоқыс тастамаңдар, балалар. Орманның тазалығы сендердің денсаулықтарың. Егер сендер орманға және маған қамқор болсаңдар, мен де сендерге салқын сая, таза ауа мен орманның тәтті жидектерін сыйлаймын. Дос болайықшы, балақайлар. Дос боламыз ба балалар? Иә! Жарайды балалар. Мұнда қараңдаршы. Мұнда қараңдаршы, не бар екен балалар? Не бар екен? Бектай? Зертхана. Зертхана бар екен, е? Қызық, қандай зертхана екен? Кіріп көрейікші. Балалар, онда бұл зертханаға кіріп көруіміз үшін біз ең бірінші ақ халаттарымыз киюіміз керек. Зертханаға ақ халатсыз кіруге болмайды екен балалар. Кәнекей, ақ халаттарымызды киіп алайық. Қалай ойлайсыңдар, біз бұл зертханада нені зерттей аламыз деп ойлайсыңдар? Бір дыбыс шығып жатқан сияқты, иә? Иә. Тыңдап көреміз бе? Сәлеметсіңдер ме, сүйкімді балалар? Мен ормандағы жасыл ағашпын. Сендерге кішкентай хат қалдырдым. Өйткені мен сендерді күнде көріп қуанып тұрамын. Олай болса балалар, біз ағаштағы хатты алып оқып көрейік, иә? Иә. Не жазылыпты? Көрейікші. Балалар, сендер ең жас зерттеушілер екенсіңдер.
сендер алдымен мені топырағымды және қалай пайда болғанымды және бұтақтарымды зерттеп көріңдерші. Кәнеки, балалар, зерттеп көреміз бе? Дайынбыз ба? Ендеше балалар, ағаштың ең басында қалай пайда болатынын зерттеп көрейік, балалар. Балалар, қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар сендер? Топырақ. Ендеше балалар, ағаштың ең басында қалай пайда болатынын зерттеп көрейік, балалар. Балалар, қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар сендер? Топырақ. Балалар, осы екі топырақтың су құйып көрейікші. Кәнеки, суларын құйыңдаршы. Балалар, не көрдіңдер сендер? Апай, мына қара топырақ бойына суды тез сіңіріп алды. Дұрыс айтасың, Алтынай. Апай, құрғақ топырақ суды тезірек сіңіре алмады. Дұрыс айтасың, Бектай. Себебі бұның бойында құнар беретін заттар жоқ екен, балалар, иә? Бұл сондықтан құнарсыз топырақ, балалар, иә? Бұған, балалар. Балалар, көрдіңдер ма? Біз барлық өсімдіктерді, ағаштарды құнарлы топыраққа егеді екенбіз, балалар. Ал құнарсыз топыраққа біздің еккен өсімдіктеріміз, ағаштарымыз шықпай қалады екен, балалар, иә? Иә. Балалар, мына менің қолымдағы ненің тұқымы деп ойлайсыңдар? Ағаштар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл ағаштың тұқымы екен, балалар. Біз бұл тұқымды жерге себеді екенбіз, иә, балалар, иә, жерге. Бектай, келе ғой. Біз де істеп көрейікші, Кәнеки. Бектай, көрші сен. Кел. Тұқым тастай ғой. Бұдан, балалар, көшет шығады екен, иә? Қараңдар шындар. Біз жаңа ағаштың тұқымын ектік, иә? Содан осылай көшет болып шығады екен, иә, балалар? Қараңдар шын. Көшеттің астында не бар? Не пайда болды, балалар? Біздің кішкентай ғана тұқымданымыздан, а? Не пайда болды? Тамыры. Мінеки, сендер сол тамырды көзбен көргілерің келе ме? Міне, көрдіңдер ма? Қандай, иә? Осылай кішкентай ғана заттан үлкен ағаш пайда болады екен, иә, балалар? Көрдіңдер ме? Мыналар ағашқа айналып келе жатыр. Көрдіңдер ма? Үлкен ағашқа айналады екен осы кішкентай. Тамырлары өте мықты болады екен бұлардың, иә, балалар? Мына жасыл бұтақ не істеп отыр? Ал мынау? Сынып қалды, иә? Себебі, балалар, мына жасыл бұтағымыз біздің ағашымыздан енді жаңа түскен бұтағымыз екен, балалар. Бұның бойында неліктен майысады деп ойлайсыздар, сынбайды? Неліктен сынбайды бұл? Себебі бойында не бар, балалар? Су бар екен, иә? Су бар, ылғал бар екен, иә? Ал мына ағашымыз неліктен суып кетті деп ойлайсыздар? Вода сузылды. Дұрыс айтасыздар, бұл мына ағаштан бұрынырақ түсіп жерде кеуіп қалған бұтақтарымыз екен, иә, балалар? Оның бойында су жоқ екен, ылғал жоқ екен, балалар, кеуіп қалған, сынып кетеді, иә? Сынғыш болады. Ал мына майыстырсаң, майысады, бірақ сынбайды екен, иә? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, біз ағаш жайлы, тал жайлы мақал-мәтел білеміз бе? Айнұр, айта қойшы. Бір тал келсе, отайға атада мал қалғанша тал қалсын. Дұрыс айтасың, Айнұр. Балалар, жапырақта не көріп тұрсыңдар? Бұтақтар, майда-майда тесіктер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жапырақта ұсақ тесіктер болады. Олар сол тесіктер арқылы, жапырақ сабақ арқылы және жаңбыр суын осы тесіктер арқылы буландырып шығарады екен. Ол дегеніміз ылғал ауа шығады екен, балалар. Жасыл деп ойлайсыңдар? Неліктен жасыл? Білесіңдер ме? Жапыраққа да тамақ керек екен. Сендердің күнделікті өсіп жетілулеріңе не қажет? Тамақ, су, ауа, күн. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сол сияқты жапыраққа да ауа, күн, су қажет екен, иә, балалар? Балалар, қараңдаршы, біз күн сәулесіне қараған кезде күн сәулесі бізге қандай сәулелер береді? Бүйтіп қараған кезде не береді? Қандай түс береді? Қандай түстерді көресіңдер? Сары, қызыл, жасыл. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Күн сәулесі әртүрлі түс береді екен, иә? Сол жапырақ өзінің керекті күн сәулесіне жасыл түсті бойына сіңіріп алып, өз-өзін тамақтандырады екен. Ол дегеніміз, балалар, жапырақтың бойында сиқырлы зат бар екен, балалар. Ол хлорофилл деп аталады екен, балалар. Ол дегеніміз, балалар, мен сендерге былай түсіндірейін. Ол қант секілді, балалар. Қант деп түсініңдер, иә, балалар? Ол хлорофилл
өз-өзін жапырақтың жасыл түске боялуына көмектеседі екен. Яғни жапыраққа түс береді екен балалар, иә? Хлорофилді өз қолымызбен шығарып көрейік, иә, кәнекей? Ол үшін біз жапырақтарды майдалап кесуіміз қажет екен. Қандай түс шықты біздің жапырақтарымызда? Демек, жапырақтың бойында хлорофил бар деген сөз, иә, балалар, иә? Кәнекей, бұны біз өзіміздің ыдыстарымызға құйып алайық, иә? Қараңдаршы, балалар. Көрдіңдер ме? Жапырақ қайдан қуат алады екен? Күннен. Жапырақтың бойында қандай сиқырлы зат бар екен? Хлорофил. Ол қайдан пайда болады екен? Күн сәулесінен. Сендер шаршап қалған шығарсыңдар, ендеше сергіту сәтін жасап алайық, иә? Тұрыңдар, балалар. Мына жақта бір дауыстар шығып жатқан сияқты. Ой, мына жақта аңдар шығып жатыр, балалар. Сендер менің балаларыма тиіспейсіңдер ма? Жоқ, біз сендердің балдарыңа тиіспейміз. Сендер жас зерттеушілер екенсіңдер. Біз сендерді бақылап отырдық. Біздің ан патшасы арыстан сергектеніп қалды. Мен аюмын Қорбанбай, жетіммін Қорбанбай. Патшамыздың зертіңге қонар екен ем қандай. Сырым тәтті бауым бар, дәмін көлі бауым бар. Бүшке толы бауым бар, жесем мүмкін ем қонар. Түсі суық қасқырмын, қоянды қуып састырдым. Ұстай алмай қоянды, бола тұрып аштырмын. Қап бәлем қоям сені ме, жеп қоюға шақтырмын. Патшаның қадырын сұрайын, қажет десе ем болсын деп, сені алып барайын. Тастыр, сауыңызды тілеймін, тәл қатыр сізге қоян әкеп берейін бе? Жөнеміз, сүнен ұсын әтті сүттен, аңқам қоян меніңіз, ақ ұзын ба құлағым, ұма менің тұлағым, дыбыс сұқса манадан, лелен етіп тұлағым, сәбіз тәтті тамағым, езен торып қалағым, сәбізін көп қансамын, ем болсын патса ағлана, патсам қарыңыз, сәбізінің дәмін тайтып, торып алыңыз. Мен айлакер түлкімін, астарында күлкімін, жатыр міне құлы ғой, бұның бәрін біліп қой. Қайтсен жағам патшама, діл айтып күлдіртсем, солай көңіл сиетсем, сипасын берсем патшама, оң қолы боп кетерем. О, патшам, маған құлақ қойыңыз. Біз осылай емдесіп шарттымыз маған негіздерде. Алла, сендер жасыл сусындарың біздің патшаға ем болар. Білесіңдер ме? Түлкі, мінекей, берсек берейік жасыл сусын ем болса. Кеттім, рахмет балалар. Мам, не деген сиқырлы су? Балалар, ендеше бәріміз бір сергіту жасап алайық, иә? Сендер де бізге бірге сергіп алыңдар. Аюп келе тұрғанда топ-топ, басын шайқап күледі топ-топ-топ. Қолдағы салға бір қолын бұлғап бері топ-топ, бері топ-топ. Аюп келе тұрғанда топ-топ, басын шайқап күледі топ-топ. Қолдағы салға бір қолын бұлғап бері топ-топ, бері топ-топ. Бұл жерде сендерге сұрақтар шықты, балалар. Қанекей, бұл жерде екі сұрақ бар екен. Екіншісі, жаңағыдегі сиқырлы ағаш бізге сұрақ қойып жатыр. Балалар дейді, менің қалай пайда болғанымды біле алдыңдар ма дейді. Біле алдыңдар ма? Кішкентай тұқымнан үлкен ағаш өседі екен. Ылғал бұтақ қандай болады екен? Сынбайды екен, иә, балалар? Балалар, бүгін сендер өте белсенді болыңдар. Мен сендерді мақтан тұтамын, балалар.